Аюп пайғамбар қиссасы. Қиссамызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Аюп пайғамбар өте сабырлы болған екен. Аллах тағала періштелерге: Аюп менің ең сабырлы құлым деп мақтанады екен. Бұл мақтау ібліске жақпайтын. Ол заманда ібліс 7 қат көкке шығып, періштелердің әңгімесін тыңдай алатын болыпты. Себебі әлімсақта періштелерге ұстаз болғасын көкке шыға алатын дәрежесі де бар еді. Мейірімді Аллах оның бұл қасиетін жоймапты деседі. Ғайса пайғамбар дүниеден өткен соң 4-ші қатқа барып жайғасады. Ібліс жолы кесіледі. Ол тек 3 қат көкке ғана шыға алатын еркіндігі болады. Ал Әзіреті Мұхаммед дүниеге келгенде ол бұл еркіндігінен де айырылды. Ібліс жаппардың сөзін естіген соң Аюптың сабырын түйіспек болады. Оны жоқтықпен, байлықпен, мансаппен азғырды. Шайтанның бұл айласы Аюпқа әсер етпеді. Тіпті әйелін арбап, отбасы мен достарының арасына да от салды. Аюп сонда да сыр бермеді. Ібліс күніне 1000 түрлі бәле шақырса да Аюп тағат жасап отыра берді. Ібліс оған: Аюп, балаң өлді деді. Құдай өзі берді, өзі алды. Ешкім мәңгі тірі жүрмейді. Өзекті жаңа бір өлім деді. Малыңды жұт алды. Мал бір жұттық, батыр бір оқтық деген. Аллахым бергенін алса да енді берерін алмасын. Енді не ішіп жейсің? Аштан өлгенің моласы жоқ, малға таласып өлгенің моласы көп. Бұлай қырсыға берсең ертеңің не болатын білесің бе? Ертеңіне есек қайғырсын деген. Ел жұрт сен туралы өсек айтып жатыр. Жақсы бопты. Ер азамат өсекке ілінбесе есепке ілінбейді деген. Патша сені өлтірмекші, қаш, деді ібліс. Ажал ақымақ үшін 6, ақылды үшін 1. Бүйте берсең жалғыз қаласың. Қабірде барлық адам жалғыз жатады, деді Аюп. Төзімі таусылған ібліс оның бетіне шапалақпен тартып жіберді. Сайтанның қолы тиген жерге жара шықты. Оған шыбын үймелеп құрт қаптады. Жара жайылып, пайғамбардың бүкіл денесін ірің басты. Ел жұрты, бала шағасы Аюп алапес болып деп шошты. Ібліс оларға: алапес жұқпалы ауру, оны жыраққа шығарып тастаңдар деп ақыл айтты. Шаһар жұрты бір ауыздан келісіп оны елден қуды. Жан жары Рахима ғана оған адал болып қасында қалды. Ібліс енді әйелін азғыра бастады. Бақсы балгердің киімін киіп келіп, күйеуіңе орамалсыз жалаңбас ас пісіріп берсең, дертінен айығады деп сыбырлады. Рахима күйеуін қатты жақсы көретін. Оның емделіп шығу үшін өз жанын құрбандыққа беруге дайын еді. Сол күні тамақты орамалсыз істей бастады. Оны көріп Аюп ашуланды. Рахима бақсының сөзін айтып еді, байы ызаланып: әй қатын, іблістің тіліне еріпсің. Арым-тыйымнан аттағанда ем қонады деп ойладың ба? Осыдан аттай жазылып орнымнан тұрсам, жон арқаңа 100 дүре соғам, деді тістеніп. Ауруы онан сайын меңдеп, құрттар Аюптың етін жеп тауысуға айналды. Бірақ оның жүрегі мен тілі бір сәт тоқтамастан Аллахқа мақтау айтып, жаратушыны ұлықтап жата берді. Денесінен түскен құрт болса, оны жерден алып: Алла саған менің етімді ризық етіпті, несібеңнен айырылма деп құртты жарасына қайта салады екен. Аюптың сабырлығын көріп, сайтандар түңілді. Олар ібліске келіп: біз Аюпты жеңе алмадық, сыры неде деп сұрады. Ібліс: оның тілі мен жүрегі Алланы еске алып, рухы нұрланып тұр. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне сал. Алланың есімінен қуат алу тоқтағанда сабыры сынады деп ақыл берді. Сайтандар солай істеді. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салды. Сол кезде Аюп Құдайға арыз қылды: уа жасаған ем, саған зікір айтып есімдерінен қуат алатын едім. Мына 2 құрт түбіме жетеді. Ендігі пәрмен өзіңнен болсын, деді. Сонда Аллах: әй Аюп, сынақ сағаты бітті, өкшеңмен жерді теп, деді. Аюп тепті. Жер жарылып су шықты. Су сарқырап арыққа айналды. Жаббар хақ: суға шомыл деп әмір берді. Аюп 40 күн суға шомылды. Жебірейіл періште оған күнде пештен аюа деген жеміс әкелді. Ол жемісті жегенде Аюптың күш кемері қайта толысты. 40 күнде жарасы жазылып, тәні ширады. Құрттар тегіс қырылып, 2 құрт қана тірі қалды. уа жасаған, мына екеуі өлмейді ғой, деді Аюп. Тіл мен жүрекке түскен құрттар ғой, оларға менің көркем есімдерімнің шарапаты жұқты. Олардың мәртебесі бір бөлік. Зікірдің шарапатынан оларды саған жәрдемші етем. Бірі бал арасына айналады, екіншісі сүлік болып суда қалсын. Бал арасының уы да, балы да шипа. Сүлік аурудың арам қанын сорады,
деді Алла. Сол мезетте құрттардың бірі сүлікке, бірі бал арасына айналады. Аюп құлан таза айыққан соң есіне баяғы уәдесі түседі. Егер аурудан жазылсам, 100 дүре соғамын деп әйеліне ашуланған еді. 100 дүренің жазасы өте ауыр. Әйелінде ақ ниетін іші сезеді. Қасақана жасаған жоқ. Байына жаны ашыған соң іблістің тілін алды. Оны шыбықпен 100 рет сабаса, сау тамтығы қалмайды. Әрі алапес деп бүкіл ел жұрты безгенде Рахима ғана адалдығын сақтап жанында қалды. Қиындықтың бәрін бірге көрді. Алғыстың орнына жазаға қиса, әйелінің көңіліне дақ түсіреді. Не шешерін білмей ойланып тұрғанда Жибірейіл періште келді. Әй Аюп, айтылған сөз, атылған оқ, адырнаға қайта салынбас. 100 дүрені соғасың. Бірақ мынадай жолы бар. 100 шыбықты жинап, бір шетінен буып байла. Сонымен әйелінің арқасынан сипап қана өт. Буылған 100 шыбық 100 дүреге есеп болады, деді. Аюп 100 шыбықты жинап, бір шетін буып, Рахиланың арқасына тигізді. Сөйтіп уәдесін орындады. Бірақ мұның да бір хикмет ашылды. Әлгі буылған 100 шыбықты әйелі тұрмысқа жаратты. Онымен жерді сипап еді, шаң тозанды шашпай жинап алады екен. Осылайша сыпыртқы деген құрал пайда болыпты. Аюп пайғамбар аурудан айығып ел жұртының ортасына қайта қосылды. Халық жиналып келіп, одан кешірім сұрайды. Әр қайсысы бір-бір жантықтан беріп, мал дүниесін жинап береді. Бір күні ұйқыдан тұрғанда Аюптың құлындаған жан дауысы шықты. Жұрт түсінбейді. 40 жыл денесін құрт жегенде бір ауыз үн шығармап еді. Сабыр сақтап отырған, енді не үшін түйедей боздаған үні шықты деп оның үйіне жиналды. Әй Аюп, денеңді құрт кеміріп, жараң жанға батса да дыбыс шығармап едің. Бұл қалай болды деп сұрап жұрт. Аюп: халқым, несін сұрайсың? Ол кезде жанымда үнеме Аллах тағалам тұратын. Содан қуат алып, аурудың азабына шыдайтын едім. Бүгін таңертең ұйқыдан тұрғанда ондай халді сезе алмадым. Соған қаймығып жыладым деген екен. Құрметті тыңдарман, бүгінгі шығарылым Аюп пайғамбар қиссасы сіздердің көңілдеріңізден шығып, қандай да бір әсер алған болсаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Және де ұсыныстарыңыз болса, қандай пайғамбардың өмір жолын тыңдағыңыз келеді, сол бойынша жазып кетсеңіздер де болады. Қазақ тілді арнамыздың дамуына үлес қосу мақсатында арнамызға жазылып қойсаңыз, қуанып қаламын. Сіздермен болған Қорлан Нұрғалиқызы.